Құрметті қазақстандықтар, мен бүгін мына қапшықты сатып алдым 3000 теңгеге. Сосын барып өзімнің құжаттарымды салдым, жаңағы удостоверениелерімді салдым, праваларымды салдым. Одан кейін барып жаңағы мынау карточкам болатын. Осы карточкамды салдым. Одан кейін салғаннан кейін бір 5 минуттан кейін маған сообщение келді телефоныма. Сіздің счетыңызда осы карточкада бір 2000 теңге қалған болатын. Сол карточканы шешіп алды деп. Алдыңыз деп. Мен аң-таңмын, кошелегімді қайтып ашып, жаңағы карточкамды қарадым. Мүмкін ойладым, түсіріп алдым ба деп. Қарадым, карточкам тұр. Ол кім шешіп алады? Өзім аң-таңмын. Сосын барып осы мына алған қапшығымды ақтарып тұтас қарадым. Енді қазір қараңыздар мына жерде. Бүйтіп ашып қарадым, мынаның бәрін қарадым. Осы не үшін деп ішін ашып қарадым. Сол кезде мен мынандай ішінен мынандай бір сап-сары бірдеңені тауып алдым. Енді осыны қазір шығарып көрейік. Қазір жабысып тұр екен. Вот. Көрдіңіздер ме? Мен мынандай шипті шығарып алдым. Осы мына шиптің мына жағын қарасаңыздар, кәдімгідей жаңағы ортасы сап-сары мыстан, сырты жаңағы алюминийден ба бір жасалған бір пәлен, не екенін білмейміз. Міне осыдан жаңағы карточкамдағы 2000 теңге жоқ деп ойлаймын. Себебі мен оны өзім шешкен жоқпын. Енді қарап отырсаңыздар, кошелек алған кезде абайлаңыздар. Себебі мына жерге, сіз мына жерге қараңыз, специально осылайынан жасалды деп ойлаймын. Жаңағы карточкаларыңызды, ақшалатын карточкаларыңызды салған кезде, соны оқып, ішінде қанша ақша бар, соны алып қояды екен мына чип. Бұл енді Қытайдың жасаған дүниесі деп ойлаймын, енді басқа не мынау енді. Қараңыздаршы. Сондықтан абай болыңыздар, мүмкіндігінше таратыңыздар. Менің есімім Айдос болады.